Бір күні бір кедей адам мешітке келеді. Оның киімі ескі, қалтасында ақшасы жоқ еді. Бірақ жүрегі Аллаға сенімге толы болатын. Ол мешіттің бұрышына отырып, «Уа, Раббым, бүгін отбасымды қалай асыраймын?» деп дұға жасайды. Сол сәтте мешітке бай адам кіреді. Ол садақа беруді ойлап жүреді, бірақ кімге беру керегін білмейтін. Имам оған: «Жақсылықты жасырын жаса, Алла көреді» дейді. Бай адам мешіттен шығарда дәл сол кедейді көреді. Жүрегі жұмсарып, оған ақша береді. Кедей адам көзіне жас алып, «Алла сені разы етсін» дейді. Бай адам кетіп бара жатып, жүрегінде бір тыныштық сезеді. Ол түсінеді: біз біреуге көмектескенде шын мәнінде өз жүрегімізді тыныштандырамыз. Пайғамбарымыз оған Алланың сәлемі мен игілігі болсын айтқан. Садақа малды кемітпейді. Сол күннен бастап бай адам күн сайын кішкентай болса да жақсылық жасауды әдетке айналдырды. Ал кедей адам Алладан үмітін үзбеді. Бірнеше уақыттан кейін оның да жағдайы жақсара бастады. Жақсылық жасаудан қорықпа. Аз болса да ниет таза болса, Алла еселеп қайтарады.